Қыз баланың туылуын аса қаламайды. Керісінше, ол туылғанда бәріне тәтті таратады. Ал бұл ер адамның жолы мүлдем болмады. Әйелі қатарынан 3 қыз босанады. 4-шісі ол болсын деп, ол ауылдың барлық емші бақсыларынан көмек сұраған еді. Толғақ басталғанда бүкіл ауыл одан бетер уайымдап, сауап аламыз деп тілектес болды. Бірақ тағы да қыз. Махавир есеңгіреп үнсіз қалады. Оның ұл балаға соншалықты құмар болуының себебі, ол 19 жасында күрестен ұлттық чемпион атанған еді. Бірақ сол кезде әкесі оқу ақысын төлей алмай, оны үйге қайтарып, егіншілікпен айналысуға мәжбүрледі. Сондықтан ол өз арманын ұрпақ арқылы орындағысы келді. Алайда қатарынан туылған 4 қыз оның палуан тәрбиелеу туралы арманын бір жола көмгендей болады. Бір күні көршісі денесі көбірген баласын ертіп шағымданып келді. Махавир еш ойланбастан інісінің баласын шапалақпен тартып жібереді. Бірақ әйелі мұны ол емес, өз қыздарының істегенін айтып түсіндіреді. Алдында жуас болып тұрған 2 қызына қарап, Махавир күмәнданып, інісінің баласымен қайтадан күрес көруді бұйырады. Қыздарына өзінің палуандық қабілеті дарғанын түсінген ол, 2 қызын күрес бойынша чемпион қылып тәрбиелеуге бел буды. Алдымен ол қыздарын қуырылған бәліш жеуге апарып, мұның соңғы дәмді ас екенін айтады. Өйткені палуандарға майлы әрі ащы тағам жеуге болмайтын еді. Содан кейін тынымсыз жүгіру жаттығулар басталды. Олар таңғы 4:30-да тұрып, әкесінің бақылауымен сабаққа дейін 3 сағат бойы жүгіруге мәжбүр болады. Қыздар белдемшемен жүгірудің ыңғайсыз екенін айтып шағымданғанда, ол інісінің баласының ең жақсы киімдерін тартып алып, әдемілеп қысқартты. Ыңғайлы киім алған соң, жаттығулар бұрынғыдан да қаталдана түседі. Күрес үйірмелері қыздарды қабылдаудан бас тартқандықтан, Махавир өзі егістікке барып, шөп шауып, өз қолымен күрес залын тұрғызады. Күн сайын оларға күрес тәсілдерін үйретті. Қыздарының жақсырақ жаттығуы үшін ол інісінің баласында спаррингке қосады. Қыздарының әдіс тәсілдері кемеліне жетті деп ойлаған сәтте, інісінің баласымен болған жаттығу оны жерге қаратты. Олардың ұлға қарсылық көрсетуге күштері жетпейді. Ал күнделікті ауыр жаттығулар тек шыдамдылықты ғана шыңдаған екен. Сондықтан ол қыздарының тамақтануын жақсартуды ұйғарады.